Bizde sürmen sağ gözümüz, yaxşı gözümüzde bir, öte kilometre bir. Hoş geldin. Tuttur. Her yerde iyi olanları biliyorum. Ne oldu? Bu tek bu ağayınlarga 3 gün. Yakınızı. Ağayınlarga bankı, Gosbankı, Bosbank, Gosbank, Gosbank. En kaygımda yerde suda kütüpümsün. Sat kütken kütüpümsün. Yerde suda kütüpümsün. Sat kütken kütüpümsün. Tabındırgan, aralğanaday şavanlardan. Jürüsünde bilmeytemem, yürek kemir jürmeytemem. Jürüsünde bilmeytemem, yürek kemir jürmeytemem. Jo'y shunga qo'yib degan turmagan. Ayel kirmay bo'ydaqlik bo'stonligini bilasizmi? Hali endi qimmatda karim ko'kib. Sizning o'zingiz bilan birga yurib nemislarni ko'rgan keyin bir oqsoqol o'rtamizda. O kishining oti
Тасболат көкеміз. Әдей тәкеңді, өзіңіздің қотасыңызды, өзіңіздің қанды көлек жолдасыңызды, сіз мысалы қамбар болсаңыз, о кісі алпамыз, сіз ер тарғын болсаңыз, о кісі қолданды боламызды қасыңызда жүріп. Сондықтан да ең бірінші дастарханның еттің үстінде әдей алып қалғанмын. Сондықтан да ойлаған қазағымның ар намысын, қорықпай жауға шаққан жолбарысым, мінекей ел жұртының ықыласымен көкеміз аман есен қалғаны үшін Тасболаттай құрдасыңыз тілек айтсын, бұл күнде көзі тірі алпамысын деп осы жүрбейді. Қарекең менен біз бірге бардық. Бұрынғыда бірге өстік, бірге жүрдік, бірге оқыдық. Кеше отан соғысына бірге аттадық. Ал енді ол отан соғысында көргендерді оны айтып қазір баяндағанмен көрген қиыншылықтарды оны бір тұра естіп отқан шығарсыздар. Көрмеген мәтіндерді басқа жерде оны айтады. Аман сол елге оралдық, бізбен бірге барған өз осы жолдан 7-8 бала ек, содан қайтып келгеніміздің өзі 2 жыл бар. Ал енді 2 жылдың өзі қазір есептен қарасақ соның өзі кетіп кетті. Сол адамдар мысалы кеше Абу Бәкір бізбен бірге қатар кетті. Одан кейін Қызылбек деген қатарымыз кетті. Одан кейін Мақар Мұхтар бәріміз бірге бар. Солардың бәрі қазір кетіп тұрады. Ал енді сонда көрген қиыншылықтар, онда ұрған нелерді оның айтудың өзі көп несі. Ал енді мынау Кәрім бірге келіп, бірге жүріп, мінекей, осынша халықты арық... Ағайын сөздің ашымын. Еді Талдықорғаннан, Қазақстанның ана шеті мен мына шетінен келіп отырсыздар. Сіздерге көп рахмет. Ал енді Кәрекең осының өзінің 1000 жасайды. Біздің өзіміз 1000 жасап отырмыз. Кәрекеңмен бірге жүріп. Неге жасамайды? Көпті көрген көл болады. Тілегі болады. Ал енді бұл Кәрекең осындай қуанышты, осындай мерекені бола берсін. Кәрекеңнің балдары, қыздары, мына келіп отырған құдалар, құдағайлар, бұлардың дендері сау, әр уақыттан осындай қуанышқа Кәрекеңі көре берсін. Онымен бірге Қазір өзен той болсын, артынан ішеміз болсын. Өмір бұдан да әрі қарай келе беріп, әр жылда осындай біз енді келесі алдымызда келеді. 80 жылдығына тойлайды. Рахмет көкелі. Сол үшін мынау 100 грамм ішіп, 2 рет асап жіберейік. Қарындасымда шүнір орап қоймаңыз. Шүнір орап қоймаңыз. Ал енді құрметті ағайындар, ауыздарыңыз май-май болып рахаттанып қалдыңыздар осы. Енді мінеки, енді ауыз майданса біраз кісілер тағы тілек айтуға келіп тұр. Осында мінеки жаңа менің қасында жүрген бір келісті, кәдімгі кешегі Дикаркідегі Рикардо ұқсап жүрген менің Шойын деген ағамды көрдіңіздер ғой мінеки. Мынау енді өзінің қазір Дика розасын алып келмеген білмеймін, бірақ Рикардымыз келді мына Шойын ағамыз. Шойын ағамыз осы үйдің қызын алған. Сондықтан да мына Шойын ағамыздың атынан Шойынның жеңгесі Әмина келіп отыр. Әмина қайттасыз? Әмина қайттасыз? Мінеки, ара отырған Әмина апай, о Шойын, ана Әмина деген апай біздің мына Шойын ағамыздың жеңгесі. Шойынның ағасының іздеп тапқаны, Шойынның жеңгесі өзінің мақтаны, ағасымен бірге арайлап ата берсін ақтаңы. Ау Кәрім аға, қазір сізге сөз сөйле, қазақ әйелінің аппағы деп сол сізге сөз ойнадым мен. Серік рахмет деп жатырмын сөз бергеніне. Кәрекеңнің жасын берсін осындай ақсақалды сатысты қойды. Ал мынау Кәрекеңнің Әлекеңнің мына тойында отырмыз, қаншама адамдармен дидарласып жатырмыз. Мына отырған кісілердің бәрінің мейрамына құтты болсын айтамыз. Кәреке, Әлима апай, елдеріңіз сау болсын. Мына тойларыңыз тойғыласа берсін. Мына өмірлеріңіз осы сәнді, мәнді болып, мына бала шағаларыңыздың қызығын көре беріңіздер.
Мынау әйтеуір балдардың өсті, ұлыңызды ұяға, қызыңызды қияға қондырып аттыңыз. Атадан бала туса кетті, ата жолын қуса кетті дейді. Мына балдарыңыз да өзіңіздей болып, жақсы азамат бола берсін деп соған тілектеспіз. Мынау Мынау Қарекеңнің шапаны. Серік мына. Мынау Қарекеңнің шапаны. Мынау Әлекеңменен. Енді Қарекеңнен мінгізген өгізіміз бар. Қарекеу! Мына көрдіңіз ба? Мына дейді, шапаным дейді, жаңа өгізі бар екен жаңағы. Мынау жаңағы қазақтың болдың сый ұлы, болмасын өмір қиыны, өгізі қораңызда тұр, мынаның ішіндегі кілең сиыры деп сізге дейін. Ай, ма, бабар бір ай соған. Ма сиыры. Дуы болса балақтау. Ай! Бұра ашшы, бұра. Қараға бұра. Берсіз мен өткі дейін. Ama şunurdu basmanlar aynalayındır. Meni basmanlar basınlar şunurdu basmanlar. O sırada başka böyle eski yok baynalar. Şay koyun. Köprüler var. Ağayın! Manav yeki kazak adepki soğuqta kaşık kiratır deydi. Ajeleri o. Екі қазақ қашып жатса енді немістер әдепкіде қоймаған ғой жамалай жау. Екі қазақ немістің формасын киіп алып соғыстан қашып жатқан ғой. Сөйтсе алдынан тағы да бір екі қазақ келді. Сөйтсе олар да немістің формасын киіп алып қашып жатыр екен. Сөйтсе ана екі қазақ жалағаштың қазағы, анау екі қазақ қармақшының қазағы бір-бірін танымайды. Бірақ екеуі де немісше киініп алған, бір-бірін неміс екен деп қалғанда жалағаштың қазағы Kendi hok tepti şamal pısta olsa gerek. Şeyde ya karmaşının yek kazağı sasıp kap, kiptinke patım deyip kolun götüretin götüretin. Şeyde жалаңаштың kazak ayda deytesin, batının tapın deyip ya. Şeyde ya kazak şahit bir gün koy verdi. Ana kendi hok degeni kolunu götür degeni. Şeyde karmaşının kiptinke patım degeni, kiptinke de satırmın degen söz egen koy ya. Kiptinke patım degeni ya. Şeyde ya ana жалаңаштардың есің patından tapın degeni. Aynalayın есің barda yerin tap degen söz egen. Neymiş elep dur eken koy ya. Sol siyatımda esimiz var da mına Afganistan'ın arnamızın korkap gelgen ortamızda aman geldi enimiz otur. Ha keseni koya dursun öteki. Ha kesesi olsun. Ya. Aman geldi orna dursun az Afganistan'ın. Tadır. O aksakallar ayşeler kazır. Bol Kudayap'tan burun bulay koy. Sırın batır aytkan eken. Koy asığı demeniz. Koluna jaksa saka koy. Jası kişi demeniz. Akıllı asla ata koy dep. Mınau babalardan Kerim ağalarımız, Taspolat ağalarımız, Maksut ağalarımız salgan jol menen, mına Kemebay ağa, kökelerimizдің salgan jolu menen kele жатқан, mınau sizlerдің ұрпақтарыңыз, біртейір сынықтарыңыз aman geldi koy minekей. Soндықтан da, ey ağayın, mırtlardı silangдар, mırtlardı tek bir жерге жинаңдар, bir mırttıға aрақ іштеп қинаңдар, bir mırttың tamada бол деп қинаңдар. Өйткені mırtlarda Müslümanın bendesi koy, imam var деп sana söylüyorum. Köşen kullanmayın. Sakın jiberemeyin. Ay jiberemeyin. Ağay, şu oyunu ben karışanım, orada çok silemişsindir. Ağayın osunda bir derecemiz, bunlar beri kalmayı keybat olsunlar, göğün жақсылықта var. Şahin Berdikin Karmaqşılıktan kim düşünüyor? Отбасының бәрі тыныштық болсын, ешкімге соғыс болмасын. Мен де соғыс көрдім, Карекин де соғыс көрді. Бәрі тыныштық болсын. Міне. Tamam, sana şarkı Қазір жақсы болсын екен, соғысыңдар. Yok, tamam. Karекинді соғысты. Осыдағы кеткен, бәрін біздің өзіміз қойындық екен.
Aman bolsun, жақсылық болсын. Бәрімізді осы жақсылық болсын. Мен көрбатым отарлығын. İsmail, bir әке басын, жей басын, Құдайың жақсылық. Амин. Ay, көкелер рау, не болды сіздерге? Апам айтады, мына бір өзбек немістерді өлтірмейтін көрінеді. Сен орыс айтқан ғой, қасындағы кәрім көкем өлтіреді немістерді. Sen Özbek aka sen neге немістерді өлтірмейсің десе, Özbek айтады дейді, бізде тегін еш нәрсе істемейді. Әр немістің басына 10 сомнан берсең мен өлтірем деген ғой. Сен жаңағы берем депті командир. Ой, сарғашқа бұлға Мейрамыңыз құтты болсын. Көке көремей қалып отырмын. Өзіңіз жігіт сияқты кетсіз. Соған жаңағы Өзбекке 10 сомнан ақша берем десе, ертеңіне Өзбек әкеп тапсыратын көреді, кәрім ағам әкеп. Мә саған 100 неміс, әкел 1000 теңге деп. Ертеңіне тағы тапсырады, мә саған 60 неміс, әкел 600 теңге деп. Соған бір айдан кейін жаңағы орыстың ақшасы таусылады ғой. Сол орыстың ақшасы таусылғасын айтады, Өзбек әке ақшам таусылды. Енді әр немістің басына 5 сомнан берем десе, Өзбек әкелмей қойыпты жаңағы нені. Тодырып қой. Соған жаңағы әкелмей қойыпты. Сесе орыс айтады ғой, Өзбек аға неге әкелмей жүрсің немістерді десе, Өзбек ағам айтады дейді, ренжімеңіз, өзім партизандардан 7 сомға сатып алып жүрмін деп айтады. Мынаққа 10 сомнан сатады деген ғой немісті. Кәрек-ау, партизандардан 7 сомға сатып алып сізге 10 сомнан сатып жүрген ғой, біз соны білмейді. Бізде сұхбат бір тойы. Ендігі сөзді, ағайындар. Енді ағайындар. Ой, ағайын! Жаңылмайтын жансыңдар сірә жолдан. Енді мына қараңдаршы мені. Мына біздің Кәрім ағамызбен бірге соғысқа қатысып келген Сапабек ағамыз отыр отамызда. Сол соғыста жүрсе, бір немістерді көріп Сапабек ағамменен жаңа Кәрім ағам келіседі ғой. Ай, айналайын Сапабек, сенен артық мен күйеу бала таба алмаймын, ауылға барғаннан кейін мен қатынасымды ал дейді ғой. Сол мінекей қабыл болып Сапабек ағамыз мына біздің кіші жүзде 12 ата байұлында алтын деген, сол алтын емес алтын деген ру бар. Алтынның ішіндегі нағыз өтірік айтпайтын шын айтатын алтындар бар. Ол 1 апрельде календарға жазылған, оның аты Мәметек. Сондықтан да жүректің оты маздаған, әзілді айтам аздаған, Сапабек ағам мінекей Кәрім ағамнан қалмаған, бар өмірін Кәрімнің қарындасына арнаған, немістерге де соғысып Мәметек болып алдаған Сапабек ағам. Жетпейді ала. Ал енді қойсаңдар ше, дауыс жетпейді көкем, жаймен. Жетеді. Жегжаттар. Мейрамдар, құтты болсын келетін алдарыңдағы. Ал енді әреке кім? Әлима. Осы тойларың құтты болсын. Алла зор денсаулық берсін. Отбасыларың аман болсын. Алашаға ұзақ өмірлі бақытты болсын. Ал енді мынау сіздерден айтып отыр ғой, біз көрген енді айтып білмеге ешқандай қажет жоқ, көрерімізді көрдік. Енді бүгін көргеніміз мына кейін ұрпақтар балдар көрмесін. Аумин. Алла шуламасаңдар ше, не болды сендерге? Ой, баймасыр. Ал енді өздеріңіз денсаулық бер, мына немелі шөберелерің қызығың бар. Жылқыбайға алып келсек көрдің. Осы отырған ағайын мен бәрінен осындай қуаныш бола берсін. Көк ана тақияңыз шеше береміз, көк тақияға. Еліміздің аспаны ашық болсын, бейбітшілік заман болсын, мінекен дендерің сау болсын, әрдайым осыны қуанышпен кездесін. Ой, Әлиманың отынан менің Әмингүл апам ұзы ғой бәрі қойды. Сәге бір-екі ауыз. Атаң шақшы. Аға?
Мына мен рұқсат болса бір ауыз сөз қоссам деймін. Аға мынау айтқан ғой. Қос тойы қабат болса, екітіне қабат болса деп. Аға тойын арасы қабатынан бола берсін. Мынау өмір жасыңыз ұзақ. Мынау бала шағаңызды қызын көре беріңіз. Мынау сонымен бірге осы арада мынау менің нағашыларым отыр. Құдағайлар отыр. Барлықтарыңызды да мынау жеңіс мейрамдарымен құттықтаймын. Сіздердің де оттарыңыздың басында осындай той болсын, қуаныш болсын. Осындай тойда жиналып кездесе берейік. Мынау сосын орамал том болмайды, жол болады деген мынау шапанымыз, сосын бір жеңдердің атына кілеміміз бар, сол қабыл алыңыздар. Көкеу, кәрім көке. Көкеу, жылға дейін досым көбе, түмәден бол ұстап отырыңыз. Адыр көсен сат қойып тұр. Мынау кемпіріңіздің той болды. Бұл әлима неге тығылып отыр? Әлимаға. Ya kım zirha 100 gram şükürge. Olmazsa ben öldüm. Kokum bana Alimağa gideceğiz. Çarkıla kaşık olan klasasında gideceğiz. Aklıma kesildim. Götürüşü verdi bana. Bırak rahmet. Bana kıymetli kokular. Bana endegin beri var koy. Bırak. Қазақстан мақал бар ғой, асығыста туған балаң алтын абыр сабыр қояды деп. Мына асығыста туған жаңағы асығыста өлең айтқасын оның сәні келмейді осы. Сондықтан да бүгін көке жақсылап тұрып бір тілек айтайық деп отырмыз. Мына біз сізге келіп отырмыз. Біреу айтқан екен жаңағы. Айтып берейін бе, жақсы өлеңді. Мына жаңағы бір жақсы өлеңнің ыңғайы келіп қалғанын айтып тұрғаным ғой көке. Мен жаңағы келіншегім орта жүз Қоңыраттың қызы ғой. Содан бір күні Шауқаманов ағам шақырып алды. Көзі тірі ғой, Құдайға шүкір. Сонау жаңағыда топырағында жүргенде уазик жіберіп, серге айналайын, өлтірмесең осы уазикпен таңертеңгі сағат 9:30-ға шейін кел дегенде қып, бар тапсырманы берген ғой, әкімнен бастап. Ойбай, апа құтты болсын. Ай, нәрсеңгелер. Апау, фигураңызды бұзбай болып кеттім ғой қыздай деймін. Осы екісінің заводы бірау деймін. Айнымай, бой олар. Болды еді мен өлеңді айтып көреді. Шағын жаңа ұрыңыз ол не қорып? Айналып шықпайды, сізді ана классасынан орғы отырады. Содан айтайын дегенім, сөйтсем жаңағы Нұрсұлтан Назарбаев патшамыздың туған құдасы Мұхтар Әлиев деген кісі келеді екен. 5 жыл охранениенің министрі болған ғой. Сөйтсем жаңағы маған айтып, сол кісіге не болғанда сен әйтеуір аузында әзілің бар еді, соған бола шақырдым. Самолеттен түскен кезде не болғанда сол кісіні күлдіретіндей өмірі күлмейтін кісі, сол күлмес қанды күлдіреді ғой маған. Ойбай ағой мен күлдірем деп күлдіріп алады шығарым деймін, жоқ айналайын күлдіресін деді. Мен аққа шығып Ерназар, мен көкеме қараппын ғой, айналайын сен, рәгатыңнен басқашына сөйгеме қараппын ғой. Содан әлгі кел атыр жаңа, самолеттен түсіп жатқан кезде, сосын сұраған, қиналғаннан айтыппын, ең болмаса руын айтшы деймін да. Сөйтсем руы Қоңырат дейді, Құдай берейін десе портшыдан береді деген ғой жаңа. Қоңырат дегеннен кейін қуанып кеттім, сонда Мақсұт аға айтып отқан өлеңім ғой Мұхтар Әлиевке. Ассалаумағалейкум Мұхтар аға, ғылымның биігіне ұшқан аға, өзіңдей парасатты нар қазақты, достығын кемітпейді дұшпан аға, мен сізге күйеу бала болғаннан соң, ән салдым шығып оң жақ тұстан аға, бір мықты академик туады деп, бір қызын Қоңыраттың құшқамаға дедім. Ал енді, сой қолдағы алтын сағатын шешіп берген. Бұны неге айтып отырмын мен? Бұны айтып отырған себебім, мен Бердігүл апам, Әмегүл апам, екі бірдей апам келіп отыр. Осы апам сіздердің құдағайларыңыз бірден беріп қойсам, су жақынына ағып кетіп, мен шашын бір тап жастама деп, әлі атына аңқырап, екі апама сөз берейін дедім. Сондықтан да ең бірінші апамның жолы үлкен қасыңыздағы менің Әмекең апама сөз берейін дедім. Сондықтан да бұлай деп беремін. Бұл өмірде талай жандар болады. Не десем де апа көңілім толады.
Sizlerden kanat algan Serek Akının kızıl tilden marjan sözde urады. Mına bizden Beken Beken apamızdan babaları Şorayaptın Omarı. Ortanızda otur apam bugün ke Karim kökem siz qaraysiz külüm dep Әрқашанда апаларым келгенде қарсалады мына мені күнім деп, сол уақытта мына менің жүрегім соғады аға дүр-дүр етіп дірілдеп. Ал енді мен Қызекең апаға, Әмігілді апамызға сөз берем. Аунап қалған шаңарым арқым Қызылбек деп осы жібейді. Менің кластасым оқиды. Өзіңіз кластасыңызды жіберіп, менің апам қасында отырсыз ғой. Апа, көкірегімді босатқанда көрген бәленің айтқаны бәле болды. Ал өмірлерің ұзақ. О, Кәрімдей, Әлимадай болып мақсатына жеткен адам болса, шырағым ішкен арманы жоқ қой, дүниядан кеткенменен армансыз кетеді ғой. Ал енді өмір жастарың ұзақ болып, дастархандарың кең болып, балаларыңның қызығын көріп, ай Кәріммен Әлиман айтсай деп жүр таңдайын қағып жүргенде бірталай күш қой адамға. Армансыз болыңдар шырағым. Мүдә болмай балаларың осы өзіңнің бағыңды балаларыңа келсін. Өмір жастары ұзақ болсын енді осы айтады. О, бұзық. Мына жаңағы Тоқтар деген ақыл өткен, Тоқтар деген ақыл өткен, Тоқтардың әйелінің аты Зиба екен. Сол Зибаны сынайын деп Тоқтар өзі әбәдемі ажарлы 40-тың кезі, әйелі сол 20-дағы кезі кен 25-тегі. Сонда кейін жеңде сұлу, Тоқыда да ажарлы өзі, отты орақ ауызды, Тоқтар кеп ағам кеп шешеме тиісіп жатыр дейді жеңгеме, Зибаға. Мен өзім кетедегі Тоқтар едім, жасымнан өлең сөз соқтар едім, байқауыз екі көзім тас жұмылса, қатынау мені қайтып жоқтар едім ден ғой жаңа. Кетеді шешеміз отыра қалып жоқтап жатыр дейді ағамды. Қатыны едім, кетенің, өлемін деген нетеңің, бүгін өлсең ертең атпайға дейік кетемін. Ал енді қойып ал енді мынау апау, мына кластасы кетіп қалған екен, ана берген сергенден бұлай неғып кісін билет тұсам. Ал енді біздің ортамызда көке, мынауға тұрыңызшы бері. Бері қаңызшы тұрыңызшы. Бала кісі менің нағашым Тоқсейіт Сарғасқа. Жоқ, мен нағашым Тоқсейіт Сарғасқа, менің шешем Тоқсейіт Сарғасқаның жиені. Мен жиенен туған жиен жырмамай ма енді? Сосын бұл кісі мені көргенде, мені жиенім деп, жасы 80-ге келсе де, анау жерде мені күтіп тұрады сен, бір ауыз өлеңді тыңдап тұрмын деп. Сондай менің көзбай көргем ғой. Қазақта мақал бар емес па жаңағы, қариялар азайып бара жатыр деген. Сондай азайып баратқан көнекөз қарияларымыздың мінекей өзі көзбай көгем келіп тұр. Көгемнің аты Көздібай. Мына мұртын көрдіңіздер ғой жаңағы. Енді мұрты кәдің буденнің мұртында еді, кембірлерге көп барып азап түсіп қалды мұрты я. Ал енді сондықтан да осы көкеме сөз берейін деп отырмын. Былай деп. Көп көрдіңіз демейін тамашаны, бірақта тілемедің аласаны, осындай көкелерге балалары, не деп өлең айтқанда жарасады. Ал енді көкелерім бата берсе, алайлап күнді атады дала таңы, көкемнің бар өмірі біле білсең, өзінен туып өскен балапаны, сол балапаны. Ал енді Кәрім көкеме тілек айтшы, қармақшының қасиетті қара жал деп осы кез. Айту, мына жеріміз ғой, Кәрім. Өмірі ұзақ бол, 90-ға келсе қосағынан қоса қалсын.
Amin. Amin, amin. Endi осы залдың ішінде отырған әлеуметтердің бәрі де жақсы бақытқа Amin. Осының басы аман болсын. Жастардың бәрі де камалына келіп, қосақтарыма қоса қалсын. Той үстіне той бола берсін. Жиын үстіне жиын бола берсін. Ал сен де жақсы болып, қатарыңның алды бола бер, осы бақыт басынан кетпесін. Amin. Жеңістің 60 жылдығын бүгін тойлап, бүгін өзімізді 50 жылдығын тойладық. Бүгін енді 50 ғой. 50 жылдығын тойлап, бүгін өзі шаршаңқырақта отырмыз. Енді 60 тойлап десейші. Енді 60-ға жетерміз. Amin. Amin. Rahmet ko'ka. Çay versin sana ko'ka. Voy, men bana zaten gittim ama de. Ағайындар. Мынау бір бәріңізде мынау Кәрім ағама не тілек айтады деп отырсыңдар ғой, енді сол тілекті тыңдасаңыздаршы. Мына мен жаңа сіздердің бәріңізді сөйледім. Мына дауысын ашыңдаршы, мына енді дым қосмай тұр екен ғой, мен қостыңдаршы. Мына кім қойды аты кім еді жаңа? Жоқ. Райхан-ау. Райхан! Бұлар қостайшы тілайсыздар. Мынау құрметті көрпелер. Мына қораз барлық мекендерді жинап алып ұрысып жатыр дейді. Оңбаған мекендер. Анау жұмыртқаны көп қып туасындар. Оның сырты боқ-боқ. Магазинде ана жұмыртқаның сырты боқ деп жұрт алмай келеді. Сондықтан да соны бұлай таза қып тумайсыңдар ма десе, бір мекен қоразға киіп жүр дейді ғой. Өзің оңбаған деп. План дейсіңдер де құйрығымы жуатын уақыт жоқ деп ойлайды. Сол сияқты иә. Сол сияқты мынау иә. Уақытымыз жоқ біздің созып алуға иә. Шамал тыңдасаңыздаршы мен мынау. 20-даймыз спискіде 60 адам бар сөйлейтін иә. Шойнаға мынаны енді бір сөздің ені бар. Айым оған бергем жоқ айым тұрған. Жақсылық берейін едім ғой. Сен осы ұрыш шөгі. Жұмыртқасы кішкентай екен мынандай. Соған 8 дейін екен. Соған кішкентай 8 дейінде жұмыртқа өтпей тұр дейді магазинде. Соған қораз барлық мекендерді жинап алып айтыпты ғой. Оңбаған мекендер жұмыртқалары кішкентай 8 дейін ол. Жұрт қымбатсынып алмай жатыр. Ең болмаса мынандай құтылсаңдаршы 10 тиынға сатайық деген ғой дәулет құтылыңдар деп. Кеше бір мекен айтады дейді, құрметті қораз, ар жағында 2 тиынға болап көтімде ұратын жағдай жоқ. Ал енді. Енді кішкентай ғана уақыт бар я. Сондықтан да мен тыңдап алыңыздар. Кендегі орның қайда? Жоқ, мен қасына тұрмай. Жоқ, мен қазір қасына тұрмай қойыңызшы. Осы кезде жеңгем қасына қойыңызшы. Бір тұрды маған алып. Ендігі сөзді, мынау біздің Кәрім көкемнің тойы баяғы алты алаштың күлтебенің басына өткен 300-дің баласының кемесі сияқты болып отыр. Ұлы жүзіңден, орта жүзімізден, кәдімгі кіші жүзімізден бәрінен біраз кісілер келіп жатыр я. 10 таңбалы ұлы жүз, 5 таңбалы орта жүз, 40 таңбалы кіші жүз дегенде сол таңбаларын арқалап келіп отыр ғой. Сондықтан да міне ұлы жүздің баласы ортамызда жақсылық деген үлкен кісі Айымтор деген келіншегі болу керек. Жоқ, болмау керек деген ғой. Келіні болу керек деген ғой, сендер ғой есіме ғана. Құлаттарың жуып жүрмейсіңдер я. Құлаттарың жуып жүрмейсіңдер ма? Жақсылық қаяқты? Жәке, Жәке орныңыздан тұрыңызшы. Ойбай, демеймін сөзді ұқпайды, ұстаған қолына ұстайды, тұр жағына қарасаң қазақ, шаш елшінге ұқсайды. Айымтор қайда Айымтор? Ал енді мінеке, Айымтор тұрыңыз. Мынау енді әркімнің бұл өмірде қалады ізі, болмасын жүрегінде жара сызы. Айымтор апамыз тамаша екен, қасиетті қазақтың қара қыз деп мына. Апам мен сіздің нағыз қазақты көргендей болдым. Сізге сөзді бірінші бермеймін, мына апас көрдім. Ал енді мынау деп тұрмайды. Мына сөз бергеніңе рахмет. Біріншіден біз мына Тереңөзек адамда тұрамыз. Тереңөзек адамның жаңа Асқар Салманов деген кәрі бар. Таңым деген халық боламыз. Мынау кәреке тойыңыз той қыласын. Мынау енді
70-ге батыргыз. Жаңа Құдағай 60-ға батырган. Және мына ұлы мейрам немістер жеңгемізге 50 жыл толып батырган. Сіздер немісті көріп келдіңіздер. Біз оны көрген жоқпыз. Құдай одан сақтасын, аман есен келдіңіздер. Мына бала шағаларыңызға рахатын көріңіздер. Ешқандай жаманшылық болмасын. Осындай дастархан, кең дастархан әр жерде жайыла берсін. Осы отырған кешеден бері тілектер айтылып жатқан шығар, бағанадан бері көп тілектер айтылды. Сол тілектердің бәрі қабыл болсын, періштердің құдайға жалынсын. Енді мына құдағайларыңыздың атынан мына сізге бір кілем, мына құдағайға көйлек, соны қабыл аласыз. Ой, рахмет. Сәрсен қайсыңыз? Міне, Сәрсен, баға Талқазыдан Құдағай екен ғой. Бергеніңші Құдағай, баға Талқазы деп менің жәрім düşірдіңіз ғой. Бұрын соңды Құдағайды кім біліп бай, Құдағай боп кәріммен бір жүріп бай, мінекей Сәрсен деген Құдағайың өзінің ақ тілегін білдіріп бай, өзіңіздей Құдаға келген кезде төбеңнен нұрын шашып күн күліп бай, Құдағай анау мынауға танымайтын түрің бар, өйткені денең тастай бұлдыртпай деп сізге. Келірмеген келеттейін, айтарымды айтып қойды ғой. Шалын деп әйтпесін? Шалын да қосып бермейсің ғой. Ал құдағайларына тойларын қыласын, осы тойларыңызға келіп жатқан барлық кісілердің игі тілектері орындалсын, сіздердің семьяларыңызға, балдарыңызға осы барлығы жұғысты болсын. Балдарыңыздың қызығын, немере шөберелеріңіздің қызығын көре беріңіздер. Біздердің ұлы жүздің атынан осы барлық тілекті біздер алып келді. Жәкең келем демейді, ол ауырып жатыр еді. Сосын енді доғай сәлемін айтып жатыр. Мен бара алмадым, бірақ енді сен барып сәлемімді айтасың деп. Сондықтан мына барлық осы айтылып жатқан тілектің бәрі қабыл болсын. Мына отырған кісілердің барлығы да осы мына мейрамдарыңыз құтты болсын. Мына ұлды ұяға, қызды қияға қондырған деген осы ғой. Мына ұлдың да жер жаты, қыздың да жер жаты келіп жатыр. Барлық жер жаттар келіп жатыр осы жерде. Сондықтан осы мына балдарыңыздың қызығын дастархан басында тұрған кісілердің барлығы да көре беріңіздер, дендеріңіз сау бола берсін, осындай қызықты көре берейік. Мінекей. Ой, Серік. Рахмет, сөз берген. Еңсе сізге де рахмет. Еңсе болмайды, апа болмайды. Апа сізге рахмет. Папа болмасаңыз болмайды. Жоқ, папа болмайды. Ай, жолдастар! Не болды? Свиданием бар дейді. Свиданияға Жіберейік. Сен шықпасаң, мен шығам деп тұрғандар бар. Жіберсеңіздершін. Жіберейік. Қызым, міне туысқандарым не? Біз бөлөкпіз ғой. Сіздерді. Bravo, bizler tutamıyorsun. Hala afalarım oturmuyor. Bir şey yapaktık ya. Bir şey yapalım. Soğuk sıramız bu. Saat 2'den ağzı.
Үйдегі үш баланы да бір алып кетті ғой деп айтады. Ал енді, құрметті меймандар, енді бір сөздің иіні келіп тұр. Ол кісі біздің ортамызда сонау Ақмешіт қаласынан келген. Балқыбазардың тамаша өлеңі бар ғой. Нағашы жақсы қандайды, асылсаң биік қандайды, жиенің жақсы қандайды, үзілгеніңді жалғайды, баласы жақсы қандайды, көңіліңде арман қалмайды, келінің жақсы қандайды, жарқырап жанған шамдайды деп. Мен тойдым ғой кейінгі. Кімден асылмыз Тұрмағанбет деген көкем айтқан екен, ішінде қиы жоқ адам басынан миы жоқ деп. Мына ішімізде қиымыз көбейген сайын басымыздан миымыз қашып баратыр. Атын ұмытпадық, кеңшілік аға, сіз ренжімеңіз, мен қасыма келіңізші кеңке. Осы үйдің жиені, жиендер әркез болады деймін, зиятты. Кеңкеңе қазір сөз бермесем, ұятты. Ал енді міне кеңшілік ағам сөйлейді, қазағымның марғасқа жігіті сияқты. Бұл үйге жиен болып қазір қызмет қылған мен, бұлаған қазір мен келіп тұр ғой, кияпты деп осы сөйлейді. Рахмет. Серік айналайын, планетада үлкен бір құдірет бар, сәулесін тастайды, ол я әулие қылады, я ақ қылады, я дарын қылады дейді. Үлкен халықтың алдында қалаулы талабы жоғары. Өрескел ай інім Серік жан, халқың міне көріп тұр, бағыңды міне беріп тұр, ұзағынан тілейдің, кеңшілік дейдің, ағаң міне алдыңда келіп тұр. Ой, туғазы! Мұнау менің осындай нағашымның алдында әркімнің нағашылары бар, несі бар, мен шешем айтатын еді. Ең болмаса осы Кәрімжан келсе деп тілейтін еді, қыздардың тілегі жүзін қойсадан бір қызға барлығы ағалары да кеткен Кәрекеңнің, басқалары да кеткен, міне алдымызда үлкен алып тұлға менің анамыздың біздің үлкен көп шаңырақтың жиналғаннан қалған үлкен шаңырақтан міне Кәрім ағам тұр. Құдай осы ағамның көп тілегі көлдейді, міне сіздер ұластырып жатсыздар. Торқалы тойы, жеңгем 60-қа келіп, көкем 70-ке келіп, ол тілектің арқасында мен осындай бақытты інілерім, бақытты қарындастарым мынадай кең дастархан жайып жатыр. Ең біріншілеп толқынқырап тұрмын, осы барлықтарыңыз, отбасыларыңызға ең төмені осы мен Кәрім ағамның бағын тілеймін сіздерге. Екінші реттен Серік айналайын. Егеменді халық болып жатырмыз. Қазақ халқы емес, адамзат халқында үлкен планетаның бір көз түскен, үлкен бір қасиетті азамат екенсің, тіл көзден аман бол. Сенің өзіңе де тілеймін. Ал енді үшінші рет көбейтпей-ақ қояйын, қалайық. Менің нағашыма осы ең жоғарғы бағалы сәулет мінгізгім келіп еді. Фарет дәулет ұрлап кетті, мәшіне мінгізгім келіп еді, бұзылып қалды. Жақсы болашақ арғымақ бір тайым бар. Сол ертең арғымақ болады ағамен мінгізгенім. Сосын шапан шаттықтары келіннің өзінің сақилығы біледі. Тек мен әзірге соны қағаз түрінде ғана әкелдім. Ал енді ол осы енді мен көп тілегенін айтып. Рахмет. Ал енді тай көседі ғой. Бұл қолса бір ақтап ағайындар. Ал тайым жоқ шай ма? Мұна доллар аға. Мінеге осы аға. Мен сәмөлет мүзден маға 90 жасыңызда құда қаласа. Оған жемен тамада болмайтын болдың ғой. Бір 70-80 дегенде. Құрметті көкелерім ау. Біреу ауырып жатыр екен, Алла тағала жасаған ием. Баласы ауырып жатқанда Алла тағалаға сұрап жатыр еді, ой жасаған ием, осы баланың жолына жаным құрбан деп. Кезде бір құрдасы есіп қойып,
түнде аппақ киім киіп, ана кісінің баласы ауырып жатқан баласының қасына жатқан кісіне келіп қылғындырып жатыр дейді. Мен Әзірейілмін, бағана Алла Тағала сенің мінәжатыңды қабылдады, ана балаң тірі қалатын болды, соның орнына сен өлетін болдың, жанымды алам деген ғой жаңағы. Сен жаңағы бейшара айтады дейді, Құдай да біледі шығар кімнің ауыры, кімнің сау екенін. Жан беру оңай емес қой. Сол сияқты мынау мен білмедім, кімнің сөйлейтін деп қалмады. Кім Гүлжахан дедіңіз, бағана басқа дедіңіз ғой. Құдағи, Құдағи, кем Құдағи? Дәл ағаштан. Ал енді ақсақалдар, мына өлеңді бәрін қысқартып тастап отырмыз енді. Өйткені қысқартпасақ болмайды. Мына мен Әсілхан деген жеңгем мен Әсілханмын, ал неде, Керекуде. Сонда ол Әсілхан жеңгем менің мұртымды көре салып, екі көз жайнаған ұрттығайным, екі бет томпайған мұрттығайным, қыз көрсе домбырасын қолына алып, соңынан жүгіретін құрттығайным дейді маған. Соны мен айтам ғой жаңа жеңешеме, олар алдындағы мұрттығайның, екі көз жайнаған ұрттығайның, қайныңды мұртты дедің, өзің қай жеріңе тұрттығайын деді. Сөйтсем жаңа жеңгем енді ұлы сөзде ұяттығы жоқ, бірақ жеңгем ашуланып кетті де, кәдімгі қатаң түстірісінде мені боқтады ғой бастап жеңгем. Ай қайным қарай бермей жан-жағыңа, сөзімнің назар сал сен салмағына, тақылдап жеңеше деп сен қоймасаң, мен сені салып алам дамбалыма деп қара. Енді ол кісінің дамбалына тұз шығып өлгенше сыртқа шығып өлей деп мен де шығып адым ғой. Жеңешем салып алады дамбалына, дамбалын шыдаса егер салмағыма. Ішімде дамбалың отырып ақ, қолын жігдем ажаны көдек. Ал енді Құдайдан да қарт дейді, аман есен қалдық я. Құдайға шүкір, соның барлығы Құдайдың бергені я. Мына бұрал қой көмекке жақсы деген ғой. Ал ағайындары, ой бұдан да көп айтыстар болып жатыр жаңағы. Мен бір сақал қойып айтысқаным бар, оны естімеге жағасыздар. Сақал қойып өзімше жақсы кісімін ғой деп сақал қойсам, бір одан бір қыз ана Әсілхан ба бір үйреткен ғой енді. Маған сақалым айтты, сақалым жараспай тұрды. Мен өзімше тұрмағанбетім деп шіремшім ғой жаңа. Шешем қайдан білейін, жаңа қызым айтады. Серіктің сыр бойлық жыры қайда, ел жұртың көруші еді мұны пайда. Ербейтіп сақал мұртын қойып келіп ұқсайды көрген шыққа сұмырай қалай. Сол енді біреу сұмырай деп атса әрине жаным қиналады ғой. Сонда жаңа қызға былай деп сасқамнан былай деппін ғой. Қарындас сақалды айтып қағынады, айтпаса бұл сақалды нағылады. Осындай қылмен қыбыр керек болса іздесем кей жеріңнен табылады. Айтыстың сыр бойының перісімен, тиістің сақал мұртқа келісімен, мұрт шыққан жердің бәрі жаман болса сол жер кесіпті перісімен дедім. Ал енді ағайындар. Ал енді құрметті ағайындар. Өйстіп бұны күдірмесек болмайды ғой. Күдірмесек бұны алдарыңыздан ба. Енді бір сөзді осы арада отырған Гүлжахан деген Жалағаштан келген құдағайы бар екен. Қаяқта Гүлжахан? Қаяғымда? Қая? Қая? Ойбай десей жай. Ойбай десей жай. Мен бүгін Гүлжаханға сенгендеймін, соңынан апа қылып ергендеймін. Өзіңдей апаларды қан көтеріп, әркезде қызмет қылып ербеңдеймін. Әсілханды жаңа ғана айтып едім, алдынан тура қазір көргендеймін. Ойбай айнымайды. Бәреке. Мынау тойыңыз құтты болсын. Жасыңызға жас қосыла берсін. Осы күндегі айтылып жатқан көпшіліктің тілегінің бәрі пештердің құлағына шалынсын. Жасыңыз ұлғая берсін, балаларыңыздың қызықты көре беріңіз. Немереден шөбере сүйіңіз. Осы отырған халықтың тілегіне мен де қосыламын. Өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Апа екеуіңіз қосағыңызбен қосағарыңыздар. Аспанымыз ашық, тілегіміздің бәрі осы. Отырған кісілердің бәрінің отының басында осындай жақсылықпен бола берсін. Сол үшін тілегімді қабыл етіңіздер. Әмин. Түсінбедім. Ойбай, үшсеңіздер алдыңызда тұр ғой. Сөз берді, құдағы жаңа кеттім. Көке, айналайын, сіздің құда ғой оны. Енді мен сізге айтайын ба? Ішетін адам өз іше берген дұрыс қой.
Осы біздің ортамызда bir әдемі құдаша отыр екен дейміз. Асылбек өтпірісіме қойсыншы мана. О, ағайын! Мынау Әбілда Жүргенбаев деген ақын өзі жалағаштың ақыны бір үйге кіріп келсе, бір келіншек шай құйып отыр екен дейді. Сонда Әбілда Жүргенбаевтың өзі ұсқынсыз, қарны қабақтай, беті табақтай, бір көзі соқыр, беті қотыр, басы таз, әбден Құдай сыйқым бермегенмен жақсы тәтті тіл берген ғой. Бір үйге кіріп келсе шай құйып аппақ келіншек отыр екен дейді. Сонда Әбілда Жүргенбаев жаңа келіншекке тиісіпті ғой. Шай құйған ақ келіншек, күнәдан пәк келіншек, кешігіл Құдай оңдап қасыма жат келіншек деген ғой. Сөйте жаңа келіншек айтады дейді, Әбілда Жүргенбаевқа. Қарныңда қабақтай болып піскен екен, желкеңде шодырайып піскен екен, басың тас, көзің соқыр, бетің қотыр, Құдайда қырсыңа түскен екен деп. Ал енді мінеге, мен енді біраз кісілердің соңына түсіп алып отырмын мен. Өйткені 100 грамм ішіп алып отырмын. Енді қазір бір кісіге сөз берейін деп отырмын. Мына ең бірінші рет мен өзім ақын болғаныма небәрі 5-ақ жыл болды әңгіменің ашығы ғой. Әңгіменің ашығы, өлімнің қашығы жақсы деп жатады ғой. Сол сияқты мына 5 жыл ақ болды мен ақын болғаныма. Сонда ең бірінші Ақбозат мінгенде Түркістан қаласында қасиетті мен Қожағамет Яссауиден Ақбозат міндім. Сонда әйелімді телеарнаға салдым Қармақшыға. О, қатын, бірінші орын алынды, ақ түйенің қарны жарылды, 85-пен барармын, күтіп ал қара шалыңды, жора жолдастарың кеп қалар, қазанға салшы барың деп телеарнаға салғым болды. Сөйтсем әйелім сол күні күтеді жоқ, екінші күні күтеді жоқ, үшінші күні күтеді жоқ. Сөйтсем ана Ақбозатты жуған адам қуып кетеді екен ғой. Сол қуып кеткенде 3 күннен кейін келгенмін ғой Әселхан апа үйге. Гүлжахан апа дегенім ғой. 3 күннен кейін үйге келсем, түсте кіріп келсем, Бедігүл апа, келініңіз рәшкеге ұрып жатыр екен, 3 күн ет ашып кеткен ғой. Болмағаннан кейін рәшкеге ұрып жатыр екен. Ассалаумағалейкум қатын деп кіріп келсем, ана рәшкені тық-тық етіп ұрады. Сен не көресің рәшкені десем, ақын болған адам жоғалып кете ма дейді. Сонда өзімнің жағдайымның қиын екенін біліп, әбекеу, әйеліме ақталып отқан өлеңім ғой былай деп. Айтып берейін деген ол. Былай деп жатырмын ғой Бердігүл апа. Ей, қатынау түйіп алдың қабағыңды, мен барда мұң шалмайды жанарыңды, іздесең менен артық бай таппайсың, тырыспай әкел бері тамағыңды. Серіктің жүрген жері сайран болсын, халқыма тигізетін пайдам болсын. Серікті құрметтейтін сұлулар көп, өзімнің қатынымдай қайдан болсын. Демеңіз осы сөзің бекер екен, ақындар бұл өмірден өтер екен. Талай суаттан су ішбек, өзіңнің құдың суы шекер екен деп атым ғой. Ал енді, құрметті ағайындар, бұның барлығы осындай ағайымен отырған өзі бір шекер ғой, балдай. Енді біздің ортамызда Бакар деген құдашамыз бар екен. Бакар қайда? Кәне? Бакар құдаша, мұнда келіңізші. Ой, құдаша бергеніңізші. Ал енді құдашаның аты Бакар екен. Сен бөлек айттың. Айтсың ғой қазір. Ал құдашаның аты жөні Бакар екен. Білмеймін кімдермен бұл кісі қатар екен. Бірақ та мына тұрған көргіменен ағамның күні батып таңы атар екен. Демеймін, дұрыс қой, бұл өмірде өкінбеген, ақымын басқа шауып секірмеген, Бакардай құдашадан айналайын, өзде қауана бипатыма секілді екен. Айтушет құдашаның құны жоқ деп, мен тұрмын тал бойының міні жоқ деп, ал Бакар құдаша бір тілек айтшы, болмаса жет ойлап қалар тіле жоқ деп десіз. Сіздерге айналайын сөз бергеніңе рахмет. Осымен шойынаға болды ғой. Бүгінгі ұлы тойларыңыз құтты болсын. Шамал. Ендеріңіз сау болсын, ертең айтып жатқан жақсы беттердің бәрі қабыл болсын деймін. Көп сөздер айтып жатыр, періштеріңіз алашылсын. Ұлды ұяға, қызды қияға қондырған сіздердей болып, мынау еріп келе жатырған біздің ұрпақтарымызда сіздердің жолын берсін. Мынау дастархандарыңыз берекелі, мерекелі болсын. Әр уақытта дендеріңіз сау болсын. Мынау отырған кісілердің барлығының да мерекелері құтты, отбасыларында ылғи осындай той болсын. Жаңа айтылып жатыр ғой, ең төменгі күндерінің өзі осы тойдай болсын деп. Барлығыңызға да тілейтіндерім осы зор денсаулық, ауызбіршілік, аспанымыз ашық болсын, елкештік болсын. Осы ағалардың арқасында осындай бейбітшілікке жетіп жатырмыз, соның ұзағынан болсын деп тілеймін. Мынау енді орамал тон болмай жол болады дейді. Мынау Қабидолла екеуміздің атымыздан шамал азғантай подарок беріп қоясыздар. Доғой чапаққа. Ал енді шойынаға, мына қазақта бір ашасызылы болса керек,
Ашаршылық жылы болsa керек, bir екі шал тамақ жеп отса керек. Сөйтсе мына Амангелді мен Асылбек сияқты екі бала мына ана шалдардың тамақ жегеніне қарап отқан ғой. Ана шалдар кәдімгі жалмаң етіп тамақ жеп баратыр дейді, асататын түрі жоқ дейді. Сөйтсе Асылбек сияқты бір айтыс сол айтады дейді ғой. Сен тұра тұр деп айтады. Неге десе, имансыз болмаса ана шалдың біреуі асататын шығар деп айтады дейді. Сол сияқты мынау қазір осы еттен кейін міндетті түрде шай ішілетін шығар. Қалған адамдар шайда сөйлесін деп отырған ғой. Ақының көп сайраса сәні кетеді, сорпаның көп қайнаса дәмі кетеді ғой. Сондықтан да Бабжан апау. Бабжан апам қақтай? Қариді сөйлеймін депті ғой Бабжан апам. Жағы бір өзбекке шаш алдырған ғой. Бір шашы 5 түйір адаммен, 3 түйір адаммен шашы қалың адам шаш алдырған ғой. Сонда дейді, ана шашы қалың адамнан 3-ақ тиын алыпты да, шашы 3-ақ түйір адамнан 3 сом ақша алыпты ғой жағы өзбек. Сонда жағы шашы 3 түйір шашы бар адам айтады дейді өзбек. Өзбек аға, сенікі дұрыс емес қой. Шашы қалыңнан 3-ақ тиын аласың да, менің 3 түйір шашыма неге 3 сом аласың десе, өзбек айтады дейді ғой. Ака ренжімеңіз, тақыр жерден томар терген оңай емес деп. Сол сияқты мына адамдарға қақсап тұру оңай емес, менің аузыма да каникул болсын шамалы. Енді шамалы тұрайық, сансадан тұрайық, тағы біраз билейік. Мына бойдақ келіншектер болса сүйрейік деп жатқанбыз ғой. Ал енді кәрім көке мына енді бата бергізейік. Көке мына табақ алдырамыз ба? Жоқ, енді бұл тойға бұнда просительні ғой. Аяқтан бір келдіңіз сәлем беріп жатыр, общий привет деп. Енді кәрім көке бір бата берсін. Кім берді? Көзбай ағам береді ау деймін. Көке, көп күттірмей жұртыңдай жар болып жүрсем бір құдай бата берші көкем ау, мына тұрған жұртың ай, мұртыңыздан айналдым бұл жөннің мұртындай жатқан бұл. Ya Kuday'ın jarıqavda qabiliyyətini yetkəsəkliyin əzir etsin. Әрқашанда отын басы аман болсын, шықаны табанында болсын, бала шағасы өсе берсін, жасы 90-ға келіп қосағымен қосағарсын. Ағайын туған туыстықанмен жеңжетіменен қатынасы мол болып, әрқашанда асфал ашық, жері кең болып, баяқ уақыт
Bir öyle aç. Kedi bilişsiz. Bilişindir. Afiyetten kendi baydın ayın bana şakaları sağ olsun.
Jangan tahu abai, kalau kasih dan main
Rahmet eyleyin. El bevchilik olsun. Kimga söz verdi? Dağfır etdi. Ya. Bärimizni bir salyp alayk. Mana. Bol rahmet Cemal. Tamam bilirim.
Ay, aynalar kalmasınlar o. Kes. Ay, şahilip dursanız ana videoga şahilip şahılmasınız mı? Joy o'zini ham surmasın. Birman. Ekin hasta bu. Ay, men qayoqqa turganimni bilmayman. Kelsi birman. Olsun ver qarmaq. Partiya qayda kelin bir yo'q bo'lsin. Qalmashga söylemaydilar. Sevgilar tutib. O sekingacha turadi, sekinga. Hareket. O bunun bizim üstüne kaynayan kansızda tutup kaldı biz. Benim hani sürüm otur. Toktat onu. Onu toktat. Yerda ya miyaqqa shemiyaqani. Chi ading nima? Rava. Yutqaning bo'lsin toza ava. Xudoning nuri bosna yursin java. Mana ikimiz tushing nag'iz tavali. Ravani qatishdi. Xo'sh, aynan rahmat. Xudo bilir kimning nishida biroq o'sha bir baş kerak. Na pamять. O, berg'arib tur. Na pamять. Yerazaro. Barimiz bir Mine, участник ветера войны медицины. Бергара. Karagen çağırıp bir. Qayta çağırıp Qaytmaysan. Ne çok bo'lmaydi. Жүрмейміз. Endi onu men baylasanglar ko'raman davay. Mana Karagen dersin. Başkalarının özlerinin Qayta. Ha? Qayta. Ne qayta? O ya çağırıp bak. Çağırsa onu bunu yapmak için diyor. Ya karat çeviririz onu. Ama karanda. Ne oluyor? Qaytamiz yazmısın? Boynaydı koya birilerini. Hey, sağ ol. Çağırmayın boynaydı.
Ösügünü moyunda çivirseniz. Aldın bir minibet sen sürmeysin bari. Ko'ka. Yaxshi ko'ka. Ayna qarang şimdi qiygimiz bir tushirayapti, ko'rdingizmi? Qizingiz tushiryapti. Ertaga aytadi, "Axir men birga turgan ko'kim" deydi. Siz ketem deysiz, men qalan deysizmi ya? Al, yaxshi jo'daningiz bo'lsin. Bizda deb Kır. Ey ibadullah. Bunu videoda tutup olsun dedim. Omuzum. Şeyle mi ne şey? Al tabii. Dağılacak şoldarınız varsa. Teşekkür Rahmetsiniz. Жақсы. Ойбай. Saksan. En bekleyenizdir. Давай жақсы. Бірге шығады. Boksun taze ketenizdir özüme barkısayım. Alacaksın. Ocakta da jinaz var lan. Bu avının jinazı bülük. Alacaksın. Atan kinoga çıkma. Kinoga çıkmadınız. Yaz. Hangi jaksan? Jollarınız olsun. Toyda geçecek. Aynalar sıra koyuyoruz. Ескерткіш қой бұл жолда. Jollarınız olsun. Ay kim? Bunda beni bulaysın. Seni götürürsün lan. Hey, bitti. Hey. Hey. Yeltay. Ay, şu ne? Al. Şimdi gel. Sırf işi gün. Saksa gel, toyda gitsin. Daim toyda gitsin. Her daim olsun. Bey aldı. Amin. Eğer bak şer olsun, olsun, kıvanç olsun, söyledik. Kendisi bilek. Uray! Kendi kendine bak. Oldu mu? Oldu. O şimdi çalışıp kalmayı gezmiyor. Bravo. Aynen. O zaman benim karındasın. İzlep geldim әдейі sağıngasın. Bu karındasın Moskva'da da o yaktan pəter tabılgasın. Yonak git. Ardında mine. Gelip Jonak. Şu nak degen koy. Жоқ, пәтер табылғасын деп жүрсіз деп. Buna kısmının atı bilmeyim. Sersen degen yok endi bilemin. Men bilemin sersen degen kişi. Жоқ, қалада тұрғанда бар, баяғы ішін салып бәлді тұрғанда біздің жәкемізден жылқымай Тұзды танысқанбыз, балалардың ауызға Жоқ, айтайын да, сен байың бар еді өкеміз. Жалышты gözü. Al endi mına kişinin atı Sersen. Sersen'de sergi akın qiynamasın, bәріңден іздеп келдім сыйлағасын. Sersencan bayın menen bir gözünüsü.
Mene bütün mene alangdayıp yürü arasında. Duvan havuz edi ya ama işkesin juvan havuzu kutlu mu? Ha? Dur. Karmaş kep kaldı mı? Karmaş kep kim yok hala. Ha? Sen zaman kaçta duran bu? Yok, keçince programa çıktım. Yok, gitmeyin gittim ben. Gidilir mi? Ha? Gittim. Şerik ras hizmete kaldım yanında. Adasının boyuna kemiyor yok. Halk tangalarında yemişler hareket ederek. Allah'ın sıvıra işte. Girmesini biliyorum işte benim. Sana şimdi bir havada da uçtu mümkün kirlete vurdu. Biraz böyle. Sonra aşağı başlıyor bana gel. Son tarafı sana teşekkür ederim. Rasul. Bunda. Ay serik bir vaqt qalb ko'p qo'ymaysin. Endi de yaxshi ko'ribdi. Yaxshi ko'ribdi yo'q. Kim burun keladi, so'ning qulimi. Kim kech keladi, o'g'an ranjmaydi. Altta var valkır burnu. Zahira qamdagi sizga deyin. Sizga deyin turma. Men tutdim biraz. Bilganda qanday Ana julavatqanlarga qo'y denglar. Ay, ne bo'lsin ana, sonda desma. Kapusta qaynasiz qayta deb o'tiradi. Xudo aytsin-da, Xudo. Qo'y, shunday qo'ymayapsiz. Yana jaraqa kel jaqda. Kel, sen artush aytsan. Serip ketin sözden sıra жаңылмас, табусындай бақытты сәт табылмас. Тарих үшін мүмкін керек боп қалар, дұрыс таппас. Айналайын қарындас. Сендер ортаңыздан табылдым, осы тойды көптен көтіп сағындым. Арава деген қарындасым алдымда, кенже қызы Сарбай Сәдір Кәрімнің. Мен келіп едім Кәрімнің барлығыңда, бүгін ақтілектер дариядай боп ағылды. Әлимадай апамыздан айналдым, қасиетті қыз екен ғой табындым. Жүредің ғой кәрекеңе жолықпай, жолыққаннан ағам сізді мол ұқтай. Кәрім ағам қалай алған өзіңді, Бұғарбай батырдың рухынан қорықпай. Мен де жиелім ғой. Менің де қорықпай алған. Бәреген мен қасымен Konuşun seni. Ne problem? Ay, енді болды. Ой, молодец. Деңізге келіп қалды кетең ай, емеспін ғой мен қазаққа бөтен ай.
Ayğayrap әкелген соң үйіңе, тыңда мені кәрекеңдей көкем ай. Ey bereketi. Sesin ey. Бұл серіктің айтқанына сенерсің, өмірдегі қозғалмайтын шегерсің. Осылайша қалқын тұрса қаумалап, 70-100-қа келерсің. Ой, шуламаңдар сей. Айтып 2-3 күндей терледім, дұрыс болды отбасыңа келгенім. Ерназармен және Ерназармен және Есат Елтайлар қайтарып тұр көкеміздің еңбегін. Дастарханың алталашқа жайылған деп айтып ең той жасаймын дайындал. Сол тойыңа тілеу қорбап кеп тұрған ағаларым Дархан менен Зайырдан. Ағаларға сірә кімдер тең келер, ағалар мен інілер жеңгелер. Ағаларым болмаса егер бұл үйге өздігінен келмейді ғой жеңгелер. Болмайды ғой жеңгенде ұмытқан, жеңгелер ме жеңге тату болса болар туысқан. Жеңгелерді қалай айтпай кетейін, ағалардың қойындарын жылтқан. Ортаңызда серік ақын чырқады, айтылды ғой тәуір жырлар ей. 90 сөздің тобықтай бір түйіні, аман болсын кәрім көкем ұрпағай. Кәрім көкем осы үйдің иесі, айтылды ғой тәуір сөздің жиесі. Алталаштың басын қосып той қылған, Әлиманың қолының бар киесі. Ағаларым сүйенетін терек қой, жақсы аға інілерге керек қой. Осы топтың ішінде мен айтсам көке, Дархан менен Зайыр ағам жөні бөлек қой. Жамандарды үйден аулақ лақтырған, жақсылардың көңілін әркез тақ қылған. Дархан менен Зайыр ағам тамаша, әйелдерін еріп білген аққырдан. Көңілер көкпен жеткен өлең айтар кетеңмін, шақырсаңдар тойларыңа жетермін. Дархан ағам, Зайыр ағам емеспен, Кәрім ағамның мартабасын көтердім. Кәрім көкем тұлғасына қарашы, асып туған заманда бағасы. Немересін алдына алып ойланды, неміс шақта қалды ау біраз балақсай. Әздесін келіп көке тұртағы, өй, көп әзілің мұна басты құртады. Бұқарбайдың қарындасын алып ең, 8 бала берді сізге құрсаға. Мен жамамша маржан сөзі төгермін, қасиетін білемін мен көкемнің. Осылайша шаттанып той жасасаң, өлең айтып арқаланып өсермін. Көкем жылда ағайынды жинасын, өлең айтып бұл серікті қинасын. Абай жылы келіндерің жүкті боп, 2 айгерім 2 абай сыйласын. Ай, бүкіл елің қан көтерген ерімсің, әлде біраз маңдай терің төгілсін. Жеңіс жылың құтты болып ақ көкей,
Baldarыңның бар düşmanı жеңілсін. Осы сөзді сізге айттым бет бұрып. Мына халық сөзді тыңдап кетті ғып. Bir balаңды Москваға тұрғызу, ол да көке бойыңдағы тектілік. Ерназарың Москвалық ер еді. Әйгерімді ертең өсіп өнеді. Бірақ оны тезірек ауылға әкелмесең, елсінен ертең бір кешірім келеді. Әли бабам сізде жүрсе ауырғай. Мен айналып барам сізге бауырғай. Осылайша тілек айтып отырмын. Көкпендегі нөсерлеткен жауындай. Әйгерімің жетіп келді алдыңа. Пәлегіңнен өсіп өнген қауындай. Айналайын жаңа талап қалқымай. Қонақтарды қанғып күту салтың ай. Бәріңіздің отбасына бақ тілеп, жұлдыздарың жансын деймін жарқырай. Бұл сөзіме тыңдағандар сенсінші, бұл өмірде бар қызықты көрсінші. Ерназардай баласы тойғып жасаған кәрімнің басындағы күн бастарыңа келсін. Кетелерді кетешемен жаратар, ақын серік ел даусына қаратар. Осы менен қақсай бермей тоғарайын, бұл серігін қақсай берсе таң атар. Жолдай аға кешірерсіз ініңді, өзің арнап айтайыншы жырымды. Үйіңізге барып және дәм таттым, әткәрім бүгін қайта тірілсай. Әруақтар кеп тұр мені қолдайын. Абай жолы ертең анық жол, абай үшін маған ертең жолдайын. Оңалбаевтың шаңырағынан дәм таттым, құлатпаған ер екенсің жолдайым. Ай, әбекеңнің жыры өмір сүреді, әбекеңді алты алаш біледі. Мына бізді ақын деп жүрт құрметтейді демеймін деме, ит жоқта шошқа үреді ай. Ой, жеріңді қадірледің бұны. Бара жатыр бірте-бірте тері шығып, енді келем бірте-бірте желпініп. Осы менен өлеңді қояйын, рұқсат бер айналайын кеңшілік. Ой, рахмет. Bir жеңгем ат сөйлеп, бір жеңгем атын ажырасып ұмытпай отырма. Мен айтайын сәулеменен тынымды, соларға да айтайыншы жырымды. Қайны-қайын деп мені сыйлап жүретті, іш басам қағып алар жынымдай. Бұл сөзіме кімдер сірә таласқан, жеңге сыйлар айналайын алаштан. Біле білсең бұл өмірдің қызығы, қайнымды менің жеңгелермен жарасқан. Ай, ортаңызда сыйлап отыр ақының, жеңгелерім мына менің жақыным. Сүймесе апа, сүймесінші бетінен, сүйсе егер есмесет қатыным. Кареке
Gülgüllep dur koy kömeyin, tağda sözde tereyin, Kıdır bulup meneki şanrağına yeneyin. Nazarga ağa bop мәңгі енді өлейін. Деп тұр ғой мына сіздерді әруақтар жебейін. Шабытым келсе егерде тігісін жырдың сөгейін. Аузы дуалы деп айтушы еді қазақтар, Ерназардай ініме қол жайса бата берейін. Айналайын Ерназар, ерекше туған алыпсың, мынау тұрған көкеңнің еңбегін жастан таныпсың, көкеңнің атын шығарып Москваға барыпсың. Көкеңді ерлік сен жасап, ол жақта да қазақтың шаңырағын жағыпсың. Шаңыраққа еге қып, бұл серіктің шиені сақып Жамалды алыпсың. Құдайым оңдасын, еш жамандық болмасын, Сақып Жамал екеуіңді әулие пірлер қолдасын. Мына ағайын аумин деп сіздерге тілек арнасын. Отырарда 30 бап, Сайрамдағы сансыз бап, Түркістанда түмен бап, баптардың бабы Арыстан бап, Мәдинада Мұхаммед, Түркістанда Қожа Ахмет, 124 пайғамбар, 33 мың сахаба, қайбірен қылжықшыден бірігіп, өздеріңді қолдасын. Қожа Софазиз, 360 әулие, Бекет ата баба тұтты шашта жей, және 362 атыраулық әулие, барлығы да бір аунап лебізін саған арнасын. Қасыңдағы Сақып Жамал өзіңменен бір жүрсін, төбеңнен жауын емес әрқашанда күн тұрсын. Мынау тұрған қонақтарды қарындас күтіп өлгірсін. Өзгелерді іште емес жадырап әркез шын күлсін. Әрқашанда гүлдей боп қасыңда жүріп құлпырсын. Абай жылы келіп тұр, қарындас болса да айтайын, Абайдай дана ұл тусын. Абайдай дана. Осындай ұлды сыйлаған Сарбайдан шыққан кәрімсің. Әрқашанда көкежан тура айтатын әділсің. Өзің жаққан шырағың өмірлік болып жағылсын. Барлық әулиелер қолдап осы үйден дәулет табылсын. Бұдан артық тілекті менің көкам нағылсын. Үйіңе келіп серікте дариядай болып ағылсын. Уайымдама көкежан, кешегі көрген қасірет басыңнан енді арылсын. Аумин деп барың жай қол жайдың, осы айтылған тілектер періштенің құлағы ашық боп тұрса шалынсын. Апажан ауырмасын, аяғыңыз есіңе түседі ғой баяғыңыз. Осындай аман болсын жаныма ба, қашанда Бәйтеректей саялымыз. 60 жылдық мерейтойға келген кезде қолымнан кетсін деймін таяғыңыз.
Al жақсы. Чау бамбино дейді. О, келдіңдер рахмет. О, ядылар. О, Сәке, ойбай. Жоқ, Сәке, берман. Жоқ, орнымай қой, Сәке. Мынаған отырайын, Сәке. Bir zaman stolu durun. Şalın mısın? Abaya veresin bu. Yok, abaya veresin bu silah. Abaya veresin bu şalın mısın? Әр уақытта халықтың ұлы. Жақсы деп кешке бақсы оқымадың деген. Жақсы айнады. Өте жақсы өтті. Сау рахмет. Bir qara. Келе, жақында. Әрекет сәлем сәті бар деген мынау суретке түсеміз, видеоға түсеміз деген ойымыз жоқ. Тәртібіміз деген осындай бірақ. Бұл да шақсымыз. Ерте келмегеннен кеш келсек те орны болды. Кеше отырсақ. Ай, базар өтіре қаламыз. Başına oturayım. Müzgüçtün alışıksın. Ben de küçük koydum. Sen bir nagaşın tutma. Bu da öteki babası. Asla tıraşım. Ya, onu jakşalım. O çek. Sür. Bu türlü böyle seç getirdim. Evet, dur. Osni aytib, жақсы көрем. Müzik болғанда балдарым сөйлейді. Ай, отыр баққа дейін. Кетін. Балау үстелін алып келді, өзіміз саған қарағыз. Ана, ақа, тәтеге қарады. Орындық. Ай, бұл үстел көтереді, бұл қыз. Әкім бачар.